Эпилепсиялық приступтардың себепшілерінің бірі болып, ми тамырларының бұзылысы кавернозды мальформация саналады. Кавернома немесе кавернозды ангиома бұл ми аймағында орналасқан қан тамырларының аномальды түрде кеңеюі болып саналады. Каверномалар көп жағдайда туа немесе жүре пайда болуы мүмкін. Олар қабырғалар жұқа қан тамырларынан құралған шумақтар болып табылады. Және осы шумақтар жиі жарылып, миға қан құйылуына әкелуі мүмкін. Бұл құйылған қандар айналасындағы сау ми клеткаларын қоздырып, жұмысын бұзып, эпилепсиялық приступтар шақыруы мүмкін. Приступтардың ерекшелігі, қандай приступ болатыны, кавернома орналасқан ми аймағына байланысты болады. Каверноманың себебінен болған приступтар алдымен ұстамаға қарсы дәрілермен емделеді. Егер дәрі көмектеспеген жағдайда нейрохирургиялық операция қарастырылады. Алайда біз арнайы тексерістер арқылы пациентте болып жатқан эпилепсиялық приступтар осы каверноманың себебінен екеніне көз жеткізуіміз керек. Тек сол жағдайда ғана каверномаға жасалған операция приступтардың тоқтауына көмектесуі мүмкін.